Жаман түсті ерлі зайыптардың арасын айтуға бола ма? Болады. Жағызы негізі ешкімнің арасын айтпасын деген сөз бар. Оның өзі не үшін? Теріс жол қоймас үшін. Білмейтін адам дұрыс шоқпайды. Біз елудеміз, заңсыз неке қиюға бола ма дейді. Түсінбедім. Ағам көп ішіп кетті, не істесек болады, қатты қуып кетеді. Бала шағасынан берекетін алып бітті, жеңгемізді ұрып соғып, қылқындырып, балтары бар дейді. Енді Америка, алейкум ассалам. Енді не күтіп атсыздар? Жеңгеңнің өлгенін күтіп атсыздар ма? Жоқ, өзінің өлгенін күтіп атсыздар ма? Емдеу керек, шама келгенше. Жоқ болмаса, онда кішкене еркіне қою керек. Ұстаз, қызға келіп танысуға болады ма үйлену ниетімен? Әлбетте. Мұрынды шұқысам дәрет бұзыла ма дейді. Мұрынды шұқысаң дәрет бұзылмайды. Бірақ сол мұрынды сол шұқығаннан көзге дейін бірақ жетіп, көзің орнынан түсіп қалса дәрет бұзылады. Яки қанша шұқысаң бұзылады. Бірақ елдің алдында шұқыған әдепсіздік. Бала кезімнен астапырла деп үйреткен, қазір астафирулла дейді. Сол қалай үйретілген, сол айта беріңіз. Таңға дейін ұйықтамаса не болады? Кешке ұйқы бас болып жүресің, маужырап, жақсы емес, ұйықтау керек. Ата-анам дінге келу үшін перзенттілер не істеуі мүмкін? Дұға қылсын, Алладан сұрасын, мейірімдік көрсетсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Омарды дінге шақырды, бірақ артынан дұғашы болды. Бүгін Алматыдағы форум күзге қалдырған, бүгін болмайды. Отбасылы болғанымызға 23 жыл болды, некеміз қиылмаған, енді қисақ болады ма? Болады, қарындасым, тезірек қиып алыңыздар. Қайырлы таң, сізді түсімде көрдім. Бір ауруға шалдықтым деп, сізден неге мен солай болдым деп сұрап жатырмын дейді. Жалқаулық бар сізде. Мен Астанаға келген едім дейді. Келіңіз мешіттеміз. Сіз қаншадасыз дейді. Имам мен қыздардың жасын сұрамайды. Өзім 2 қабатпын. Кешеден бері миымда шаш жайған әйел тұрған сияқты болып жүр. Не істесем болады? Жын кішкене айландырып жүр, аят дұға оқыңыз, орнына кетеді ол. Басыңыздан тазаланып. Без ЗАГСа можно ли провести обряд никах? Обе не женаты. Нет, никак не получится. Почему? Потому что многих наших сестер обманывают, поэтому бросают на полдороги, сказав 3 слова талак, ты свободна, и на этом жизнь прерывается. А многие наши женщины остаются потом, как говорится, из-за разбитого корыта, либо остаются беспомощными. Поэтому так делать нельзя, брат мой. Сақал парызбы дейді. Парыз деп айта алмаймыз, уажип деп айтуға болады. Моншада жуынып жатып, құсыл дәрет аларда, егер ниет етеді, киініп тұрып ниет етіле ме дейді. Ниетті алдын ала жүрекпен жасайсыз. Егер аузыңызбен айтқыңыз келіп тұрса, онда киініп тұрып айтасыз. Енді жалаңаш шешініп алып тұрған дұштың астында ниет айтылу сәлін қайсыздау болады. Алланың аты айтылады. Ниет жалпы жүрекпен қылынады. Намазды 35 жаста оқып бастаса, оған дейінгі намаздың қазаларын қалай өтеміз? Оқи бересіз, қамшат санамайсыз. Мына жылғы, мысалы айтайық, 34 жасындағы намаз, 12 жасындағы намаз деп санамайсыз, 14-15 жасында оқып кете бересіз болды. Қайнатам мені боқтап, ұлдарымды ұра береді дейді. Докторға көрсету керек, ол кісінің ұра берсе, ақыл есі тұрса мәселен, баланы ұрып не көрінді. Ерлі зайыптылар моншаға бірге түссе бола ма дейді. Болады. Женщина съездила в Мекку, Медину, считает намаз в течение 10 лет, но постоянно делает татуаж бровей и гелевое покрытие ногтей. Так можно ли? Просто для себя хочу узнать, это позволительно. А вы что думаете, если человек съездил в Мекку, что думаете, что-то поменялось? Раньше наши предки ходили в Мекку на осле.
по приезду с Мекки человек оставался человеком, осел все-таки оставался ослом. Поэтому разницы нету. Какой человек поехал, суть в том, что каким человек вернулся и какого мнения остался, и какого извинения нашел в этой жизни. А то, что съездил, многие могут съездить, позволить себе. $1000–1,5 на этот вопрос решается. Поэтому не смотрите на это. А относительно омовения нет, не пройдет. Почему многие имамы запрещают музыку? И что думаете насчет Шамиля Алюдинова? Шамиль Алюдинов хороший человек, религиозный деятель Российской Федерации. Проблем нету, очень хороший человек, я знаком. Но суть в чем? Есть кое-какие моменты, которые мы не можем согласиться с нашими устоями Казахстана и России, разнятся относительно многого момента. Даже элементарно, я вам скажу, моментов даже вот этой так называемой военной операции мы разнемся. Он, знаете, поддержал военную операцию, так как он гражданин Российской Федерации, ему другого варианта даже не было. Поэтому в этом даже моменте и в вопросах шариата, ислама у нас тоже есть кое-какие моменты. То есть у нас есть свои обычаи, традиции, которые не противоречат нашей религии миролюбивой, поэтому есть кое-какие моменты. Ну а в целом этот человек хороший, в этом проблем нет. А относительно музыки. Музыка вообще, если она не ведет человеку расблудству, распутству, там хорошие музыки есть, да, которые абсолютно не вредят человеку, в этом проблем нет. Наш великий мыслитель Абай в свое время сказал, Атамыз, дедушка наш, если любишь музыку, люби так, как я. И эти музыки обучали песни, обучали нравственности, патриотизму, поэтому нет проблем. Именно в этом, вот такие музыки. Менің есімім Әсем дейді. Мен қашан тұрмысқа шығамын дейді. Құдалар келгенде шығасың. Намаз оқитын тойды музыкасы өткізем дейді. Намаз оқитындар музыкасы өткіземіз дейді. Қаншалық дұрыс? Өткізе берсін. Мейрам сіз тойға шақырмай тұрма, не болды? Өздері біледі, біреудің тойында не шаруа алаңыз ғой? Музыкамен өткізе ма, Досмұқасанмен өткізе ма, Филипп Киркоровты шақыра ма? Кому какая разница? Сені шақырмайды, самый главный мені шақырмайды тойға. Болды, өздері біледі, не аласың? Айтқан бәрін қол, ана бүйтіп айтты, сөйтіп айтты, оған не айтасың, мына бүйтіп айтты, соған не айтасың, ана депутат бүйтіп айтты, енді мәм комментировать ететін болсақ, өмір жетпейді. Өмір ол үшін берілмеген. Біз давайте өзімізге қарайық. Ана бүйтіп айтты, сөйтіп, не керегі бар? Крокодилдің етін жесін, не аласыз? Сізге не керегі бар? Кеше Астанаға салют болды ма? Болған жоқ, мен көрмедім. Сәлеметсіз бе, қызыма аналық махаббатым оянбай жүр дейді. Сіздің махаббатыңыз өз-өзіңізге оянбай жатыр бірінші. Өз-өзіңізге оятыңыз. Мән ғарафа нафсаху фақад арафа раббаху. Бірінші өзіңіз танымай жатсыз. Өзіңіздің бұл өмірге келгендегі цель, мақсат, бұл өмірдегі түпкі нәрсеңіз өзіңіз түсінбей жатқаннан балаға махаббат жетпей жатыр. Операция болып жатқаныма 1 апта болды. Күйеуім 1 рет звондамады. Менде уже басқа ойлар кетіп жатыр. Осы себеппен ажырасқым келеді дейді. Күйеуің ауырып жатыр, единицасы бітіп қалды. Күйеуіңнің таяқ жеп қалып, беті көгеріп, саған звондай алмай жатыр, аузы қисайып қалды, ауырып жатыр, мас немесе құлап қалды, саған звондай алмай ұялып жатыр. Енді жақсы ой ойласады. Сол жаман ойлады. Маған айтты, кешірім сұрай салыңызшы, кейін шыққаннан кейін күтіп аламын деді. Сымбат, жаман ой айылма, ажыраспа, қой. Ол басқа біреу алып алды деп айтып жатыр саған ойың. Қателесесің, ол алған жоқ, сені күтіп жүр. Сен қой, семьяны бұзба. Саған айта алмай осы, маған айтып жіберді. Айтыңызшы, жақсы болсын семьясы деп. Бол, ұрыспасын, сен күтіп отыр. Сен жылап, сен тілеуін тілеп жүр жан. Қой. Жақсы сөз жарым ырыс. Алла шипа берсін деп саған тілеп отыр. Ер адамға шаш тақырба салуға сүннет бір дейтін жоқ, ондай сөз жоқ. Сізді үйге шақырғым келіп еді, Астанаға кетіп қалыңыз дейді. Шақыра беріңіз. Ассаламағалейкум, ұстаз, ұзақ жасаңыз дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Құлсарға сәлем айтып жібересіз бе дейді. Балық жеу арам емес па? Балық бауыздалмай өліп қалады ғой. Аулаған соң дұрыс түсінсем, тек бисмилля айтып бауыздалған тамақ қана халал емес па дейді. Жоқ, олай емес. Балыққа бисмиллясы айтылып қойған.
деп түсініңіз. Ибрахим пайғамбардың тұсында айтылған. Оған балыққа ол нәрсенің қажеті жоқ. Ауға ұстай бересіз, жей бересіз, ас болсын. Көп болса бізге беріп жіберіңіз. Валентина күні дейді. Валентин күні гүл доставка жасауға бола ма дейді. Бола береді. Сіз гүлді Валентин күнге доставка жасайсың ба? Мысалы біреу жақсылыққа, біреу жаманшылыққа қойып жатса, сіз заказ бермейсіз қой, заказ берген сұрамайсыз қой. Нормальный нәрсе алып жатсың ба өзі? Үйленейін деп жатсың ба? Қызды алдап кетіп кетсең, мен ондайларға бермеймін гүл демейсіз қой сіз. Бере бересіз, ол сіздің шаруаңыз, проблема жоқ. Мысалы, сіз киім сатасыз. Киім сатқанда сіз сұрайсыз ба не? Нормальный жерге киіп барасың ба? Қыздарға киіп барсаң бермеймін сен киімді демейсіз қой, сатпайсыз ғой. Сата бересіз, какая разница? Ол өздері біледі. Балам ажырасып кетіп еді. Енді немеремді көрсетпей жатыр. Не істесек болады? Сот арқылы алайық десек, бәрібір причина тауып, бәрібір бермеймін дейді. Не істесек болады? Ештеңе істемеңіздер. Не қыласыздар? Ерегісіп, жанар. Немере керек болса, келінді ұстап қалу керек еді. Бұл біріншіден. Жарайды, сіздің балаңызда сізде кінә жоқ. Хотя келіннен сұрасақ, келін басқаша айтады, оны білеміз, оны анық. Бірақ десе де сіз жағын өтіп тұрайын мен біраз уақытқа. Сіз жағы не қыласыз, сол баланы зорлап алып келіп, соған махаббат төкпек педіңіз? Айтыңызшы. Ол бала есейіп, өз ақылын тоқтатып, ойды саралай жеткенше, ол ананың баурайында болады. Ананың баурайынан шыға алмайды. Шықса да аналық махаббат оған көбірек керек болады. Сіз сол мейірімнен бөліп алып, жоқ, менің күйеуімін, мен оның жаңағы әкесімін, сіз әкесінің мамасы болып оны араласпақшысыз. Дұрыс емес сіздердікі. Сіздер ойлап жатсыздар, шақырып бір тойға алып барам, бір киім алып берем, ақша алып берем, айфон алып берем, үйімді көрсетем, дүниемді маған көрсетем деп. Соған сіз бір аналық, әкелік мейірім емес, бұл жерде әшейін дүниеменен көп, сізді айтып қойым, жалпы көп аталар сөйтеді. Ажырастырып жатыр, соңын барып махаббатын дүниемен бергісі келеді. Дүниемен махаббат болмайды, ардақтылар. Дүниеңіз махаббат құрдыңыз ба балаңызға? Әке болып, ана болып, тек қана беріп жағындыңыз ба балаға? Сенің дүниең біткен күні далада қаласың. Как только дүниеңіз бітеді, сол кезде далаға лақтырып жібереді сізді. Қарттар үйіне түсіп қалуыңыз да мүмкін. Сондықтан, ардақтылар, дүниемен әке болмаңыздар. Дүниеменен, беруменен әке болмаңыздар. Беруменен ана болмаңыз. Беруменен әже болмаңыз. Мейірімменен болыңыз жеткілікті. Ар жағын Құдай өзі береді. Қазақ атаңыз айтқан, әркімнің дүниедегі нәсібін Құдай өзі береді. Бір қозы туылса, бір жусан артық шығады, ардақтылар. Сондықтан оны қинамаңыз. Бала өзі келе ма? Өзі келеді. Жоқ па? Оны қинап, үйге кір, үйде отыр, біз әкеп тұрып қинау ол. Қазақ айтады, қинаумен әйел болмайды дейді. Дұрыс ақсақ, қинаумен бала болмайды ешкім. Оны тиіспеңіз ол балаға. Ол сол анасының баурайында өссін. Содан кейін іздеген кезде өз келер. Сіз жақсылық жасағыңыз келсе, мүмкін үй алып беріңіз, қарсы емеспін. Егер қаласа, кейінірек ол бала үйленеді, үйленгенде біраз қаражат керек болады. Соған жәрдем беріңіз, ал шын жақсы көреді екенсіз. Келешегін оқуын төлеп беріңіз. Маңызы сол. И то алса, алмаса ол да керек жоқ. В одном из эфиров вы говорили, что можно кушать креветки, но в ханафитском мазхабе это считается харамом. Абсолютная ошибка у вас. Харамом считается то, что Аллах запретил в Коране. От имени ханафитского мазхаба нельзя говорить харам. То, что вы не знаете. Это во-первых. Во-вторых, говорится только о макрухе. И то его ученики были против этого. Так что ханафитский мазхаб на одном имам Абу Ханифе не строится. Я то, что говорю, это обоснованно. Поэтому, если вы так уж не хотите есть, основываясь, допустим, держась на других имамов, пожалуйста, не ешьте. Передайте другим. Если вы так уж не хотите. Да, есть слово рыбоподобные, но креветки относительно туда не входили. Поэтому, если вы не хотите, можете есть. А что вы такой прям уж сильный приверженец ханафитского мазхаба, что ли? А вы знаете, что в ханафитском мазхабе борода обязательно? Вот кто от имени ханафитского мазхаба кто-то говорит, я вообще поражаюсь. Книгу не читали. Где-то слышали звон, но сами не знают, где он. Не надо, знаете, от имени кого-то что-то говорить.
Даже все имамы, все 4 имама, которые вы говорите, в том числе Абу Ханифа, говорить что-то харам, они воздерживались. Они даже зная, что это какое-то, есть какое-то подозрение, они говорили макрух, то есть нежелательно. А наши сегодняшние люди готовы все сказать именно харам. Вот это слово нельзя употреблять. Даже Ахмад бин Хамбала в свое время спросили, почему не говорит слово харам? Я говорю, я боюсь, говорит, знаете, боюсь сказать что-то харам от имени Аллаха. Что это такое? Харам, харам. От того, что мы харам говорим, халял не добавляется. 30 лет говорили харам, харам, харам. А что халяля много стало, что ли? Кафир, кафир много начали употреблять. Что, мусульман много, что ли, стало от этого? Наращиваниеге ол уже макрух деп айта алмайды, ол уже тікелей тыйым салынған. Семейный сұрақтар не керек дейсіз ба? Семейный сұрақ керек. Мен осы эфирлерді жүргізу арқылы біздің қоғамда отбасылық жағдайдың өте қиын, мүшкіл халде екенін түсіндім. Біз анау күшті 2030, 2050, 2050 жылды армандап жүріп, өзі семьямыз не отқан қарамай қаппыз ғой өзі. Шамның жарығы өзіне түспейді дегенде өз семьямызға қарамай қаппыз. Біз анау қалаймыз ба, қаламаймыз ба, дамыған 50 мемлекеттің ішіне апарып қосып жіберді ғой. Дамыған 50 мемлекеттің ішінде жүрміз, әйтеуір жолымыз жоқ, басқамыз жоқ, білмеймін қалай кіріп кеткеніміз, әйтеуір кірміз ішінде. Бопты енді, бола берсін. Сол сияқты біз анау күшті нәрседе айтып жүріп, элементарный дәрет алуды білмейді екен, оразада сілекей жұтамыз ба, жұтпаймыз ба, соны таласып жүрміз ғой. Вот енді деңгей осы. Эти дни кезінде зікір айтса бола ма? Бола береді. Іштей оқып жүрсе бола ма? Намазды ма? Не істевасың? Іштей оқып. Намаз оқып. Намаз оқып. Сондай намаз бола ма не? Мысалы, сіз отырсыз. Тик-ток шығып, қара отырсың Инстаграм. Не істевасың? Инстаграм көріп, ішімнен намаз оқып отырмын. Мен ойнап жатқан жоқпын. Мен сіздерге отырып алып, ішімнен намаз оқып десем, бола ма? Болмайды ондай. Үйлендік, 3 баламыз бар, некеге отырмадық, енді неке қидырсақ бола ма? Бүгін барып қидырыңыз, ағасы. Сабақта дұрыстап оқымасам да, салауат айтсам оқуға түсемін бе дейді. Түсесің. Оқи бер. Аға, сіз шыққан сайын осы сұрақты қоямды, жауап ала алмай жатырмын. Анамның мәйіті шұңқыр болып қалды. Басқа жерден топырақ салуға бола ма? Бет ашылып тұр. Жабыңыздар. Басқа бір жерден дегенде біреудің қасыңызда жатқан мәйіттің қазып алып былай қойға болмайды. Басқа жақтан, анау жақтан бір кең жерден бетін алып тастап, енді таза болсын деген ғой. Бір слойды алып тастасын шөппен, сен екінші слойдан әдемілеп тұрып алып, үстінен қайтып үйіп қою керек. Егер өз топырағы жетпей жатса. Рас, көктемде, күзде, жерден грунтовый сулар көтерілген кезде, ана ішіндегі қабір кішкене ойнайды да үсті түсіп кетеді. Соны жабу керек. Бір. Екіншісі, қабірі түсіп кетсе, жаман адам болған екен, яки болмаса бір бәле болған екен деген сияқты палашуларды қойыңыздар. Арам болады. Құдай біледі. Ол адамның сүйегіне қарап, ана дүниесі, бұл дүниесі баға қойылмайды. Түсінікті ме? Сондықтан қабірі түсіп кете береді. Ол физиология, жердің асты, жердің үстіне ондай оған жаңағы ырым құрудың, бірнәрсе құрудың не жоқ, үкімі жоқ. Түсінікті? Қарыз оразам бар еді, жүкті болып қалдым. Ораза басталғанша өтеп беру керек па дейді. Жоқ. Оларға Қырғызстан, алейкум ассалам. Устаз, вы единственный человек, который очень приятно слушать вас, и слушая вас, уже начали многие намазы. Альхамдулилля. Но единственный, наверное, так нельзя говорить. У нас очень много учителей, религиозных служащих. Аллах разы болсын.